Шымкент қаласы номері 89-шы IT мектеп-лицейінің директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Сүлейменова Мира Сапарбекқызы, Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен өтіп жатқан сабақтар шеруіне 9-шы сыныпқа арналған қазақ әдебиетінен Әйтеке бидің шешендік сөздері, көркемдік ерекшеліктері сабағын ұсынамын. Солай етеміз. Осы Әйтеке туралы әңгіме жасаймыз, яғни екеуара сұхбат жүргіземіз. Бірінші қапалақта тек бірінші қатарда оқушылар сөйлейді, екінші қапалақта екінші қатарда оқушылар сөйлейді. Түсінікті? Олай болса, бір-бірімізге қарап ыңғайлы отырып аламыз, кітап дәптер бізге қажет емес. Жақсы бір-біріне қарап әңгімелерді тыңдап отырыңыздар. Дайынбыз ба? Ал кеттік. Жақсы балалар, осы жерде аяқта монументалармен жалғастырамыз. Балалар өткен сабақта естігенде болса, біз сендермен Қасқакөл дауын талдаған едік, иә? Хрисоматия кітапта Әйтеке бидің төрелігі, Әйтеке бидің айтқаны және Әйтеке бидің тапқырлығы деген шешендік сөздерді сендерге оқуға берген. Солай ма? Ертеңгілерін айтам дейді. Әйтеке бидің төрелігі деген шешендік сөзінің қысқа мазмұнынан тоқталып тәрбиелік мәнін айтып кетті. Өзінің жолдастарын Төле биге барады. Төле биге барған өзінің қол салуын жөн айтады. Мұнда Төле биге оған қылышымыз болса менен мойнымыз, шағын болса менен қойнымыз деп айтады. Қысқаша түсініп, оны сөйлесуіне керек. Жақсы, наз қосымша жасап жіберші. Үлкен адамдардың сөзіне дұрыс түсіну керек, яғни астарлап айтса, соның мағынасын өзіне тура мағынада қабылдамай, соның басқармасы. Әйтеке би бала кезінде ауыз шетінде бір топ баламен ойнап жүреді және олар көптеген жолаушыларға кезігеді. Жолаушылар ол балаларға келіп қоспақ босаға тіккен болса, онда толық күн төбеленеді дейді. Жабыққа тіккен болса, онда жарты, ал сүзде тіккен болса бағыт сайды. Одан соң барған соң келіседі. Сол кезде төрттен бір нені берген болады. Сол кезде бір ақша Иә, яғни ол үлкендердің арасында көп жүріп, кішкентай кезінен бастап дауды шеше алатын қасиет оның бойында болғанын білді. Солай ғой. Жақсы, әрі қарай Әйтекенің тапқырлығы қазір оқыдың ба? Айтал. Ертеде Әйтеке бидің әкесі Қайбекпен қосылып би көршілес болған екен. Көптеген билер өздерінің дауларын айтып келеді, бірақ олар қосылып бидің айтқанын тыңдамай өздері өзара дауласа бастайды. Сол кезде тікінген хан үйдің көлеңкесінде хан талапы ойнап отырған балалардың бірі би біреу қалғаны біреу болуы керек деп айқайлайды. Ол өзінің сөзін қайта айта берген соң билердің бірі ай мына балақай не айтып жатыр, бұның сөзіне мән берейікші деп айтады. Сол кезде ол өзінің сөзін қайталайды. Бұл сөзді сен кімге айтып жатырсың десе, мен бұл сөздерді керек адамға айтып жатырмын дейді. Сол кезде билер ақылдасып, біз осы уақыт дейді, не айтсамыз өткен сөзімізді Қай сөз еді ол? Би біреу қалғаны біреу болу. Би біреу болу керек, қалғаны біреу болу керек. Жақсы. Шығарса да олардың кішкентайлары, ол соған үкім шешіп беру үшін барғанын Жақсы, кім қосымша жасайды? мен ең бастысы бидің айтқанын тыңдап, тура шешімге келейік деп айтасыз. Жақсы, тағы да Бекзат не қосасың? Бұл жерде әркім әртүрлі ойда емес, бәрібір келісімге келіп, содан соң жұмысты шешкен қандай пайдаланып. Жақсы, мен Әйтеке би туралы сабағымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін Әйтеке бидің шешендік сөздері, көркемдік ерекшеліктері деген тақырып өтеміз. Бүгінгі сабақта біз сендермен шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтауды, яғни біз оны троп және фигура деп өткенбіз. Құбылту мен айшықтаудың түрлерін талдаймыз, автор стиліне баға береміз. Яғни біз бүгін Әйтеке бидің шешендік сөздерінің ішінен троп және фигураның түрлерін таба алу керекпіз. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Және бүгін біз автор стиліне сүйене отырып, Әйтеке бидің жалпы Төле би, Қазбек биді біз өтіп болдық қой. Билердің шығармашылығына талдау жасай отырып, шығармашылық жұмыс жасамыз. Бүгінгі сабақтың мақсаты осы. Сендермен әдебиет
сабақтарында троп пен фигураның түрлерін өтеміз. Осы троп пен фигураның түрлерінің барлығын бүгін 45-тің ішінде талдап үлгермейміз. Қараңдар, троптың ішінен метафора, эпитет, метонимия үшеуіне талдау жасаймыз. Ал фигураның ішінен арнаудың ішінде сұрай арнауға тоқталамыз. Және анафора мен эпиграф туралы мен сендерге қысқа ғана түсіндіріп кетемін. Бірақ мен сендерге ұсынатын шығарманың ішінде анафора жоқ, эпиграфты табатын боласыңдар. Түсінікті? Олай болса қысқа ғана тоқталып кетейін, тыңдаймыз. Екеумізде сөз атылғанда, мен де айттым аяғында, біраз жерге барыстық. Ал болды, осы жерге бізге жеткілікті. Енді сендер қазір осы мәтіннің ішінен мен сендерге өлең тіркестерін беремін. Ал сендер соның ішінде көркемдегіш құралдарды табасыңдар, жарай ма? Өлең жолдарының ішінен сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған қазынаға жолығады. Қазір осы мәтіннің ішінде айтылды. Енді сендер осы берілген тіркестердің ішінен метафора, метонимия, эпитет, сұрай арнау, эпиграфты табыңдар. Кейбір қатарларда екеуі, үшеуі де кездесуі мүмкін. Іске сәт жазамыз. Сәттерді ауыстырамыз бір-бірімізден. Достарымызға да баға қойып көрейік. Жарай ма? Оқушыларымды алыңдар. Қазір сендер мұғалім боласыңдар. Мен сендерге бір жауабын ұсынамын. Ал сендер бір-біріңді бағалайсыңдар. Бағалар қараңдар. Сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған қазынаға жолығады. Осы жерде сөз қуған, жол қуған деп бұл адамды айтып тұр. Солай ғой? Ол бізде метонимия бола алады. Ал мына екеуі бірдей сөзбен аяқталғандықтан эпиграф бола алады. Шен болсын деген ең соңында берілген бата бізде бәрі болсын деген сөзбен аяқталған үшін эпиграф болады. Түсінікті? Жақсы. Олай болса қазір сендер 10 балдық жүйеде бағалаңдар. Мен сендерге бар жоғы 5 мысал ұсындым. Егер де сол мысалдардың қаншасы дұрыс болса, әрқайсысына 2 балдан есептеп, достарына баға қойып біз әрі қарай кеттік. Өткен сабақтарда Төле би, Қазыбек би, Айтеке бидің шығармаларын біз жаттадық. Солай ма? Олай болса біз сергітіп алайық. Ақыл болса ағайын жақын, ақылшы болса апайын жақын, бауырмал болса інім жақын, алдына тартқан адаласын, қимас жақын қарындасын. Сыбайлас болса нағашың жақын, адал болса досың жақын, бәрінен де адал болса досың жақын. Еркелетті немерең жақын, бәрінен де әйелің жақын. Жақсы, не қиын? Қазыбек би мен қымбат дегенге былай жауап берген. Алтын ұяң одан қымбат, құт берген атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат, басқартауың әкең қымбат, өзің туып өскен елің қымбат, ұят пен ар қымбат, өзің сүйген жар қымбат. Жақсы, лашындар жазыңдар, келесі тапсырма. Майқыл би 300-дің бүкіл тарихын зерттей келе, ұлы жүздің қолына қамшы беріп малға қой, орта жүздің қолына қалам беріп дауға қой, кіші жүздің қолына найза беріп жауға қой деген екен. Бұл Майқы бидің сөзі. Қазір сендер осы Майқы бидің сөзіне өз көзқарастарыңды білдіріп, дәптерге 4 сөйлеммен пікірлеріңді жазыңдар. Менің ойымша Майқыл би өте орынды айтқан және орнымен толықтай келісемін. Себебі ол жүз ертеден өз ісіне адал, өзінің
жұмыстарына тиянақты болған. Ал орта жүз өзінің білімділігімен сөзге шешендігімен елге есте қалған. Кіші жүз өзінің батыл мінезімен, қырқау тәрбиесімен танылған. Деп ойлайсың. Өте жақсы. Жақсы. шешендігімен халықтың мәселелерін шешіп өзінің тапқырлығымен көп өзгеріскен, сондықтан оның қолына қалам берді. Жақсы, олай болса сабақты әрі қарай жалғастырамыз. Сабақты қорытындылаудан алдын мен сендерден мынандай бір сұрамақшы едім. Кім шығады тақтаға? Мына тақтаға жазасың ба? Жаңа тақтаға жазасың. Ал кеттік, тез жазамыз. Егер де сендер отырған оқушылар осы екеуінен де алдын тапсырманы орындасаңдар, бұл екеуіне қоятын балды сендерге қоямын. Бірақ сендер отырғандарың үшін әрі морфология, әрі синтаксис жасайсыңдар. Тез кеттік. Жазыңдар. Bir күні қосуақ биге, екеуіңде бір сөйлеп, бір күні қосуақ биге, бірнеше билер мен даушылар келіп еді. Балалар қараңдар, бұл жерде бірінші Ернар қате жазды, оны Меруерт қате көшірді. Bir күні қосуақ биге бірнеше билер мен даушылар дегендегі мынау мен көмектес септігінің жалғауы емес, бұл жерде шылау қызметін атқарып тұрған еді, қате жазылды. Bir дұрыс күні деген оның күні мынау тәуелді жалғау болады, қосуақ түбір, мынау дұрыс, мынау дұрыс. Енді мына жерде шылау болғандықтан бұл түбір болады. Даушылар дұрыс. Бізде не еді? Көсемшенің жұрнағы еді, түс еді. Дұрыс, Меруертте 2 қате, талдауына 8 балл. Не істеді? Келіп түсті. Кім билер мен даушылар, қанша, бірнеше, кімге келіп түсті? Кімге? Қосуақ биге келіп түсті. Қашан? Bir күні. Ернарда 1 қате, Меруертте 2 қате. Отырыңдар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Қасбексенші. зерек болған және қолдаулары көмегін асықпайды Жақсы. Шыңғыс. Сабырлықты үйрендің. Сен? сөздермен асықпай даусыз Яха. Үлкендер тыңдауды. Жас кезінен үлкен адамдардың қасында жүріп ақыл үйреніп. Ақыл жинауды үйрендің. Жақсы. Сен ше? Шешенің алдында жүрсең шешен болады. Жақсының алдында жүргенде жығар екен. Ал кеттік. Кез келген нәрсені шешенің сөзімен шешуге болады. Жақсы. Кез келген дауда күшпен емес, шешенің сөзімен ақылмен шешу. Ақылмен шешу керек. Нұреке? Сөзге тақпыр болу керек. Шешенің құдіреті өте жоғары. Жоғары екен ұмыттың. Және сен ше? кез келген нәрсені Жақсы. Егер шынымен осыны үйренген болсаңдар, оны бойларына алыңдар. Балалар қолдарындағы мынау күн, жартысы сары, жартысы қара, сендер бүгінгі сабақтан өткен. Сабақтың сәтті бір тұсын мынау сары жаққа жазасыңдар. Сабақтың сәтсіз бір тұсын қара жаққа жазасыңдар. Кестік. Сөйтіп маған жинап бересіңдер. Жоғары жағында білсең аты-жөндерді жазуды ұмытпаңдар. Балалар күндері кезек журналын бүгін ашамыз. Әдебиеттен қойған бағаларымен танысып шығыңдар. Мен бүгінгі сабақта Бекзат, Еркебұлан, Аружан, Қазыбек, Жанел, Нұрзат, Меруерт және Ернар. Осы оқушыларға 89 балл қойдым. Себебі бұл оқушылар үй тапсырмасын дұрыс жеткізе алды, сабаққа тапсырмаларға дұрыс жауап берді. Үйге тапсырма. Біз сендермен келесі сабақта балалар сырымды атылу туралы әңгіме жасайтын боламыз. Хрестоматия кітапты аласыңдар. Хрестоматия кітапта сырымды атылуның